Рахмет сіздерме, құрметті тыңдаушылар. В2 ортадан жоғары деңгейінің кезекті сабағына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге оқытушыларыңыз Гүлнар Мамырбаева. Бүгін біз жалпы лексикалық тақырып экология, жер тағдыры, ел тағдыры деген тақырыптан әңгімелесетін боламыз. Сондай-ақ грамматикадан көсемшенің ғалы келі қалды келі жұрнақтары мен олардың рөлі жөнінде сөз ететін боламыз. Экология дегеніміз не? Экология бұл бізді қоршаған орта жалпы. Ендеше тақырыбымызға сай жаңа сөздермен танысайық. Аман қалу, апат, ағза, бақа, бар пәрменімен, бой үйрену, белең алу, жұмыр жер, зат алмасу, заңды құбылыс, қоршаған орта, ластану, минералды зат, назар аудару, өзгерістер, өндіру, өндірістік, секіру, сарапшы, тәжірибе, тағдыр, таза ауа, тіршілік, тозаң, кері әсер ету, кері әсері тигізу, кенде қалу, күл қоқыс, қауіп төну, қарыштап даму, қан айналым, қалбыр, қағыс қалу, қатты тұрмыстық қалдықтар, қыздыру, түтін, түтінді тұман, техногендік сипат, тау, топырақ құнары, тығыз байланысты, улы қалдық, улы заттар, шіру, шыны, шаң, химиялық, экологиялық жағдай. Сөздерді қайталап айтып, дұрыс айтуға жаттыңыздар және оны жаттап алыңыздар. Берілген слайдтарды өздеріңізге сақтап қойыңыздар. Сондай-ақ қажет кезінде өздеріңізге кәдеге асатын болғандықтан әрбір сөзді қажетті өздеріңіздің тілдік қолданысқа енгізуге тырысыңыздар. Ендеше біз өткен сабағымызға бір сәт көңіл аудара кетейік. Жалпы біз өткен сабағымызда олимпиада, яғни спорт ойындарына көңіл аударған едік. Сондай-ақ толығымен атай кетіп, біз чемпиондарымызды, қазақ елінің жетістіктеріне тоқталған едік. Бүгін ендеше сіздер мына бір сұрақтарға жауап беріңіздерші. Қазақтың ұлттық спорт түрлерін атаңыздар. Сіз қай спорт түріне жанкүйерсіз? Қазақстандық спортшылар туралы айтып беріңіз. Қазақстанда спорт деңгейі қандай деп ойлайсыз дейді. Әрине, кез келген өз елінің тағдырына бейжай қарамайтын азамат, ол елдің барлық жағдайына назар аударып отырады екен. Ендеше, спорт жаңалықтары біз үшін әрине жақсы білетін жайттар. Жақсы, ойланып көріп, ойларыңыз жинақтап айтып жатсыздар. Ендеше сіздер мына бір сөздерді көрсетілген суреттермен сәйкестендіріп көріңіздерші. Жер сілкінісі қай суретке тән? Өрт қай суретке тән? Құрғақшылықты қай суретке сәйкес келеді? Және су тасқыны қай суретке сәйкес келеді екен? Дұрыстап алдыңыздар ғой? Әрине. Ендеше сіздер мына бір сөздерді тіркестіріп сөз тіркесін құралсаңыздар болады. Назар аудару, мәселене, тығыз байланыс, улы заттар, қатты қалдық және зат құбылыс дегенді байланыстыруға болады. Сол секілді осы сөздерді байланыстыруға тырысып көріңіздер. Енді сіздерге негізгі тақырыпқа қажетті мына бір сұрақты қойғым келіп отыр. Сіздер өз пікірлеріңізді білдіріңіздер. Жалпы қай апаттың алдын алуға болады екен? Жер сілкінісінің алдын алуға бола ма? Алдын алуға болмайды ма? Сондай-ақ өрттің себебі,
Оның алдын алуға бола ма, құрғақшылықтың алдын алуға бола ма, болмаса су тасқынының алдын алуға бола ма екен? Жауап беріп көріңіздер, және қандай экологиялық апаттарды айта алар едіңіздер? Сіздердің ойларыңызды асыға күтемін. Бұдан кейін сөздерді кестеге бөліп жазу тұрады екен. Экология дегеннен кейін қоршаған орта, бұған біздің ауамыз, тұрып жатқан жаңағы өзіміздің өмір сүріп жатқан ортамыз, жер беті, қоршаған айнала табиғатымыз, ішетін су, бәрі осыған жатады екен. Ендеше сіздерге экология деп екі жаңағы бағанға бөліп беріп отырмыз. Мына сөздерді экологияға кері әсер ететін сөздерді бір бағанға, және экология үшін оң әсері бар сөздерді бір бағанға жинақтап жазып көріңіздер. Мысалы, таза ауа бұл оң әсер береді, экологиялық апат бұл кері әсер береді. Сенбілік жүргізу оң әсер, ауаның ластануы кері әсерге жатады екен. Қалған өздеріңіз оңай орындап шығады деген сенімдемін. Енді сіздер мынандай бір сөздерді жалпы күнделікті болмаса да өмірде құлақтарыңыз шалады. Бар пәрменмен жүгірт дейді, яғни бар күшімен. Осы бір сөз тіркестерін өз беттеріңізбен қарап, шығып, оқып және сөздік арқылы аударып, өз беттеріңізше түсініп көріңіздер. Бұл сіздерге өзіндік тапсырма екен. Енді бағандағы сөздерді мағынасына сәйкес келтіріп көріңіздер дейді. Адамға ең бірінші қажет нәрсе не екен? Ауа. Суда құрлықта өмір сүретін жәндік не ол? Қосмекенді? Бақа. Сондай-ақ адам денсаулығына зиян нәрселер ме екен? Шаң, тозаң. Ешқашан шірімейтін қатты қалдық ол? Шыны сынықтары, әйнек. 10-шы тапсырма бойынша сөздерді тиісті жолға жазып шығасыздар. Кім, не және қандай деген сұрақтарға жауап беретін сөздерді тиісті қатарына жазыңыздар. Енді жалпы сіздерге осы өзіміздің жердің тағдыры біздің қолымызда, ал біздің тағдырымыз туған анамыз жердің қолында екен. Не бұлай атаймыз? Себебі қаншалықты жер анаға қамқор күтіммен қарасақ, соншалықты біздің деніміз сау, ұзақ өмір сүреміз, және біздің жалпы тұрмыстағы бақытты болуымызға, денсаулық басты бақыт емес пе, барлығына әсер етеді екен. Сондықтан мына бір нәрсені есте ұстаңыздар. Қоқыстың табиғатта бұзылу мерзімі деп аталады. Оны сіздерге әдейі зерттеп көріп, анықтаған, дәлелдеген мағлұмат ретінде ұсынып отырмыз. Қағаз 1 ай жатады екен. Еріп, ол шіріп, топыраққа айналғанға дейін. Ал ағаш таяқ 4 жыл бойы ағаш шірімейді екен. Сырланған тақтай болса, ол тым ұзағырақ. Себебі су ауа өткізбейді, ол 13 жыл. Жүн шұлық 1 жылға дейін шірімейді екен. Яғни тіпті одан да ұзағырақ болуы мүмкін екен. Бір реттік қағаз ыдыс. Қазір біз тұрмысымызда қағаз ыдыстарды қайтеміз, жиі қолданады екен. Ол 5 жыл бұзылмайды. Себебі оның құрамында арнайы беріктікті қамтамасыз ететін химиялық қоспалар болғаны. Шыны шөлмек ешқашан бұзылмайды екен. Табиғатта сол күйінде сақталады. Қаңылтыр құты 100 жыл, алюминий құты 500 жыл, ал пластик шөлмектің өзі де 500 жылға бұзылмай сақталады екен. Ендеше өзіміздің табиғатымызды, яғни туған үйімізді, қоршаған ортамызды осындай қоқыстардан сақтайық және оған қамқор болайық. Төмендегі сұрақтарға жауап беріңіз сіз. Мұны әрине жазбаша орындайсыздар. Сіз Қазақстанның қай аймағында тұрасыз? Сіз тұратын аймақтың ауа райы және табиғаты қандай дейді. Мысалы, қазір біз оңтүстік шығысқа жатады екенбіз. Біздің климатымыз, яғни табиғат жағдайымыз қандай? Естеріңізге түсіріңіздер. Егер анықтау қиын болса, ғаламтор желісіндегі мәліметтерге сүйеніңіздер.
Осы 7 сұраққа жауап бересіздер. Содан кейін бүгін тоқталатын грамматикамызға сәл уақыт бөлейік. Етістіктің түбіріне қалы келі деген жаңағы көсемшенің жұрнағы жалғанған кезде қалып етістіктері және ай бастады дей келе, яғни бұл етістік рөлін сөйлемде баяндауыштың рөлін атқарады екен. Ал бұл жұрнақ арқылы, әрине бұл көбіне қозғалыс мағынасындағы етістіктер сипаттайды. Мысалы, мен барғалы жатырмын, менің досым келгелі тұр деген секілді. Бұл жұрнақ арқылы кез келген етістіктен көсемше туындай бермейді екен. Мысалы, мен сізбен татуласқалы келдім. Не үшін? Мақсатты білдіріп тұр әрі. Көсемшенің қалы келі жұрнақтары жалғанған етістік жіктелмейді. Қалы келі арқылы етістіктің өткен шағы мен келер шағы жасалады екен. Мен барғалы жатырмын, кеткелі отырмын деген секілді. Сіздерге мысалдар берілген, оқып танысып, өздеріңіз өз беттеріңізбен осы сөйлемдегі, яғни мысалдардағы сөйлемдердегі жұрнақ жалғанған сөздерді, етістіктің қандай күйде тұрғанын анықтаңыздар. Бұл мысалдар өткен шақ пен келер шақты білдіріп тұр екен. Бұл мағына үшін қалы келі қосымшалары бар көсемшеге бері және көмекші етістіктері жатыр, тұр, отыр, жүр тіркеседі екен. Ал қосымшасы арқылы жасалған көсемшеге бастады деген көмекші етістік тіркесі қолданылады. Мысалы, іс-әрекеттің басталғанын немесе болып жатқан кезеңін көрсетеді екен. Шақырылған қонақтардың бәрі келе бастады десек, келе бастады. Яғни қонақтардың алдын үйге келгендігін білдіреді екен. Енді сіздерді бір қызық мәліметтермен таныстыра кетейік. Қаздың га дегені тезірек жүріңдер деген мағынаны білдіреді екен. Сіздер суретте көріп отырғандай қаз, піл және дельфиндер бейнесі байқадыңыздар. Ендеше жалпы осы аталған жануарлардың өз эмоциясын, яғни өзара тілдесуін, өзара қарым-қатынасын қалай жеткізуге болады жөніндегі қызық мағлұматтарды оқып танысыңыздар. Содан кейін жоғарыда бейнеленген жануарлар қалай тілдеседі деген сұраққа бір сөйлеммен жауап беріп көріңіздер. Үзінділерден қандай қорытынды шығаруға болады екен? Өз ойларыңызды айтып көріңіздер. Әрине, қорытындыларыңыз 4-5 сөйлемнен кем болмауы керек. Әр мәтінге бір сөйлем немесе 2 сөйлем әрине көп болмас. Бұдан кейін сіздерге мынандай ақпарат ұсынылады. Жалпы сіздер оқып біліп жүргендегідей, тарихта Соломон патша өткен, Сүлеймен патша. Сол Сүлеймен патша туралы бір қызық ақпарат келтіре отырып, бізге сол Сүлеймен өмір сүрген дәуірдегі сондай бір жақсы мамыражай өмір сипаттайды. Ал егер қазіргі кезде дейді, патшаға жан-жануарлар мен өсімдіктер әлемі адамның экологияға тигізіп жатқан әсері туралы не айтар еді деп ойлайсыз деп сіздің ойыңызды сұрайды екен. Әрине, Сүлеймен патша өмір сүрген кезең мен біз өмір сүріп отырған кезеңдегі экологияның, яғни бізді қоршаған ортаның жағдайы мүлдем салыстыруға келмейді екен. Сіздер енді мына 13-ші кестені толтырыңыздар. Экологиялық мәселелер, оның шығу себебі, қоршаған ортаға және адамға қандай зияны бар дегені. Мұнда оның бірнеше 5 түрлі жаңа нұсқасы берілген, соларды қойып шығыңыздар. Сондай-ақ мына бір сұрақтарға жауап бересіздер. Жалпы мұхиттарда қоқыс бар деп ойлайсыз ба? Егер болса, мұхитқа қоқыс қайдан пайда болады дейді. Әрине, бұл да адамзаттың іс-әрекеті. Суға тасталатын қандай қоқыстың зияны көп дейді. Суға тасталатын кейбір қоқыстар пайдалы деп ойлайсыз ба? Әрине, ешқандай қоқыстың ешқандай да пайдасы жоқ екенін жақсы білеміз. Сұраққа сіздер өз пікірлеріңізбен, яғни өз көзқарастарыңызбен жауап бересіздер. Содан кейін сіздер мынау жалпы осы экологияға қатысты
ұсынылатын бір мәтінді екі мәтінді салыстыра оқып шығасыздар. Әрине, бұл салыстыра оқу арқылы сіздер өздеріңіздің жалпы білім қорларыңыз кеңейтесіздер. Себебі сіздер үшін бұл мәліметтің көптеген көмегі тиері сөзсіз. Сіздерге әрине бір жағынан қызықты да болып табылады деп ойлаймын. Сонымен сіздер ең соңында жалпы өзіміз жүрген жерде, қайда болсын, үйіміз жақта, демалыс орындарында, өзіміз өмір сүріп жатқан қала ауылда, жалпы экологияның, өзімізді қоршаған ортаның таза болуына, оның зардап шекпеуіне ықпал етуге тырысыңыздар. Сондықтан сіздердің назарларыңызға жалпы қалай ықпал етуге болатыны жөнінде, сіз қалай өзіміздің экологиямызға, яғни жеріміздің, қоршаған ортамыздың, табиғат, туған ана табиғаттың тағдырына қалай ықпал ете алатыныңыз жөнінде көмектесетін хабарландыруды ұсынып отырмыз. Оқып шығыңызда сіз өзіңіздің көршілеріңізге осындай хабарлама айтар ма едіңіз? Және сіз сенбілікке қатысасыз ба? Сенбілікке қатысуда сіз өз табиғатыңызға, туған табиғатқа пайдамды келтірдім деп ойлайсыз ба? Деген сияқты сұрақтарға жауап іздеп көріңіздер. Сонымен бүгінгі сіздерге ұсынып отырған экология, яғни өзімізді қоршаған орта туралы аз да болса мағлұмат беріп өткен сабағымызды аяқтаймыз. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.